Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бірінші сынып, мен қазақпын тақырыбы. Бастауыш сынып мұғалімі Нұрғызаринова Малика. Оқу мақсаты: ата-бабамыздың даналығы мен ерлігі туралы білетін боласың. Қазақ ауыз әдебиетінің жанры аңыз туралы мағлұмат аласың. Балалар, бүгінгі сабағымыздан біз ата-бабамыздың даналығы мен ерлігі туралы білетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері ауыз әдебиеті және ерлік. Ауыз әдебиеті ауызша шығарылып, ауызша тараған көркем әдеби туындылардың жиынтық атауы. Балалар, оқулықта берілген суретке қарайықшы. Бұл суреттен біз тау көтеріп тұрған баланы көріп тұрмыз. Танысып қойыңдар балалар. Бұл батыр бала Толағай. Неліктен бұл батыр деп ойлайсыңдар? Оған неліктен Толағай батыр деген атақ берілген? Балалар, ертеде Саржан атты батырдың кішкене баласы дүниеге келіпті. Ол балаға Толағай деген есім берілген. Толағай өз қатарластарымен салыстырғанда күші көп бала болып өседі. Ол күшті болып қана қоймай, ақылды болған екен. Басқа адамдарға және де еліне, жеріне көмектесе білген. Жылдар өткен жазғы тұрым, басталды бір жаман ырым. Жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүлбей шешек. Еркін өспей қурады шөп, етке тиді ауыр қамшы. Еккен егін өнбей жерге, еткен еңбек ұшты желге. Ел күйзелді, ем табалмай, жабырқаған жарқылдау. Жалбарынды тілеп жауын, көк жиектен көзін алмай. Айтыңызшы, қай жерде жауын көк жауады? Сонау күншығыс жақта төбесін көк тіреген Тарбағатай деген тау бар деп естіген балам. Сол тауда жаңбыр толастамайтын көрінеді. Ол жақта құрғақшылық деген болмайды екен балам. Апа, онда мен сол тауға барып, қайтсем де елімді, жерімді құрғақшылықтан құтқарамын. Жолың болсын балам. Жолың болсын балам. Келе ғой Саржанақ. Мә, жей ғой. қарын қоса
бауырындағы аңқын қоса, шайқап бұлақ көл орманды, күшпен әрең алды дағы, арқасына салды дағы, келген ізбен қайта оралды. Арқалады ауыр тауды, жаншып бара жатыр жанды. Маңбайдан тер көл болмақты, жеткенше дем алмайын деп, жарты жолда қалмайын деп, шаршаса да тоқтамады. Бұлт келе жатыр! Бұлт! Қане, қайда? Астапыралла, тау жылжып келе ме өзі? Ойпыр-ай, мынау осы толағай ғой. Апа! Толағай тау көтеріп келеді. Енді жаңбыр жауады. Неге? Жаңбыр жауады деді. Тілеуімізді берген екен ғой. Толағай жалғызым. Ауысыпты заман талай, аталғалы тау толағай. Соны күндер ерте кеткен, алыпты тау басып жатқан. Ана сүті тас болып қатқан. Балалар, аңыздың басты кейіпкерлері батырлар болған екен. Батырлар біздің елімізді, жерімізді сақтап қалған. Балалар, батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы дейді халық даналығы. Бұл мақалды қалай түсінесіңдер, балалар? Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Яғни батыр ол елі үшін туылады. Елі, жері үшін жанын құрбан ете алады. Елін қорғай алатындай ержүректі біз батыр дейміз. Жаңбыр жауса жер ырысы дегенді қалай түсінеміз, балалар? Жер бетінде жаңбыр жаумаса, өсімдіктер шыға ма? Жоқ. Жаңбыр өсімдіктерді сақтап қалушы. Дәл солай, батыр да өзінің елін сақтаушы. Балалар, суретке қараңдаршы. Бұл Қасымхан екен. Ол елін сүйген, қолына қару алып, жерін жаудан қорғаған батыр. Қасымхан жайлы біле жүрейік. Қасымхан қазақтың белгілі ел билеушісі. Ол билік еткен уақытта қазақ елі басқа халықтарға танымал болды. Еліміздің шекарасы осы Қасымханның тұсында бекіген екен, балалар. Ерлік адам бойындағы батылдықты, батырлықты, ұстамдылық пен табандылықты, қайсарлықты, өжеттікті білдіретін ұғым. Ерлік істеген сәтте адам өзіне өлім қаупі төнсе де тайынбай, рухын жоғары ұстайды. Сен білесің бе? Әрбір халықтың, әрбір ұлттың өзінің ана тілі болады. Тілі жоғалған халықтың елі де жоғалады екен. Енді балалар, сендерге тапсырма. Басқа елдегі досыңа өзіңнің халқың туралы айтып, шағын хат жазыңдар. Балалар, жұмыс дәптерлеріңде берілген толағай тақырыбына қатысты тапсырманы орындаймыз. Бұл суреттен толағайдың заттарын тауып, олардың суретін бояңдар. Артық заттарды сызып тастаймыз. Сау болыңдар, балалар. Бүгінгі сабақты түсіндіңдер деген ойдамын. Келесі